Неткен керемет еді. Экспо-ситиге қош келдіңіздер. Жұбаржат билеттеріңізді көрсетіңіздерші. Жомарт, қойсаңшы, мұның мәдениетсіздік қой. Бөлмемде осындай есік болса ғой, а? Бізді не бір қызық оқиғалар күтіп тұрған сияқты. Көп рахмет. Ей, маған да бірдене берсеңші. Ішімде шоколад, немесе самса бар шығары. Жомарт, қайдасың? Тез берген. Жарай, темір терсек. Кездесеміз әлі. Ол мені не тоңазтқыш дейме? Мына жердің әдемісін-ай. Мен мұндайды тек фантастикалық фильмдерде ғана көргем. Қане, танысып болдыңдар ма? Мен сізді танимын. Сіз робогитсіз. Робо, кім? Робогит деген андроид. Ол осы павильондардың жетілдірілген цифрлы гиді. Мен ол жайында экспо туралы журналдан оқығам. Ол бәрін білет. Дұрыс айтасың, дәл өзінің соңына ерді. Мен бірінші болам! Қош жолдан! Ойбай, басым-ай. Мұналар неге ашылмады екен, а? Ашылмауының себебі оған арнайы кілт карта керек. Онсыз экспо-ситиге ешкім кіре алмайды. Ал егер сен оны кенеттен жоғалтып алсаңшы, не болады? Мен андроидтың мінсіз үлгісімін. Мен оны өзімнің микросхемаларымдай сақтаймын. Достар, мынау сендердің экомобильдерің. Олар павильондарды жылдам аралауға көмектеседі. Мына павильонда ең алғашқы экспо көрмесінен бастап адамзаттың жасап шығарған ең ғұлама өнер табыстары қойылған. Ең алғашқы компьютер, су астында жүзуге арналған скафандр, граммофон, тұңғыш телефон, тіген мәшинкесі. Осы заттар кезінде төңкеріс жасаған, ал қазір үйреншікті болып кетті. Мен өскенде менің жасаған өнер табыстарым да осы экспо көрмесіне қойылатын болады. Арман, мұның мақтан тұтарлық. Ал жалпы сендер қалай ойлайсыңдар, бұл көрме не үшін керек? Елдер техникалық үдерістің соңғы жетістіктерін көрсете алу үшін керек шығар. Жоға, олар бір-біріне жақын арада сатып алуға болатын мақта заттармен мақтанғысы келеді. Дегенмен басқа себептері де бар. Достар, ғаламшарымыздың қазіргі түрі осындай. Түрі ауырып тұрғандай бір түрлі ғой. Кезінде жер бетіндегі барлық тіршілік иесі тепе-теңдікте өмір сүрген. Бірақ адам өзін табиғат патшасымын деп ойлап, қуат көзін табу мақсатында табиғи қорларды тауысуға дейін барды. Ол аздай қалдықтарды ауаға, суға және табиғатқа шашып, өмір сүру жағдайларын бір жолата өзгертті. Қалайша, мүмкін емес. Осының бәрін біздер адамдар жасадық па? Өкінішке қарай, иә, егер адамзат осы әрекетін тоқтатпаса, жеріміз болашақта ластанған улы ауа мен шірімейтін қоқыстың астында қалады. Неге? Ғалымдар жасыл энергияны алуға болатын, қоқысты тазартып, қайта өңдеп шығаратын көптеген жаңалық ашпап па еді? Иә, Арман, солай. Дәл сондай өмірге енгізуге дайын технологияларды осы көрме жинап отыр. Солардың көбі тарих ағымын өзгерте алады деп сенемін. Не болып кетті? Кім бар? Маған тұруға көмектесіңдерші.
кілт жоқ. Оны ұрлап әкетті. Енді қайттым. Көліктің ескі майына ұқсайды. Балалар, мен мұнда бір нәрсе таптым. Сен онда не істеп жүрсің? Не, шам сөнгенде менің үстіме бірдеңе танып кетті. Тексеріп көрейін деп ем. Мынаны байқадым. Тұрлаған кім болса да, ол осы люктан қашып кетті. Ізіне қарағанда, ол механикалық әрі өте жылдам қозғалатын нәрсе. Ол белгісіз оңбағанның бір жамандық ойластырғаны анық. Достар, мен сындым. Сендер тездетіп кілтті табуларың керек. Онсыз экспосидийдің аумағына не шығуға да, не кіруге де болмайды. Ал мен әзірге өзімді жөндеуге тырысамын. Арман, кілт картаны қалай табамыз? Мынау сендерге көмектеседі. Бұл не? Қыздардың бір есігіне ұқсайды екен. Бұл құрылғы кілттің қай жерде екенін анықтайды. Мен оны кілттің жиілігіне қойып қойғам. Сондықтан сендер жақындай қалсаңдар, ол дыбыс шығарады. Робо, біз кілтті сізге қайтарып береміз.